6 ғасыр Европадан Азияға дейін әділ билігін жүргізген түрік халифатының басшысы Сұлтан Османның ұлына қалдырған өсиеті. Ұлым, біз билікке ұмтылу немесе үстемдік үшін соғыс ашатындардан емеспіз. Біз исламмен өмір сүріп, ислам үшін жанымызды береміз. Бұл ұлым, сенің лайықты жолым. Ұлым, Алла тағала әмір етпеген істермен айналыспа. Шайтан сені әскеріңмен және байлығыңмен алдаусыз етпесін. Ғалымдардан алыстама. Саған өсиетім, үмметіміздің ғалымдарын тыңда. Оларға қамқор бол, құрмет көрсет, және олардың кеңесіне құлақ ас. Шын мәнінде олар тек жақсылыққа шақырады. Ұлым, исламды тарату, исламмен басқару, мұсылмандардың абыройы мен мал-мүлкін қорғау сенің мойныңдағы аманат. Ол үшін Алла тағала сені сұраққа тартады. Ұлым, мен Раббыма қайтып барамын, сен үшін мақтан тұтамын, халыққа әділ болатыныңа үміттенемін. Ұлым, біл, бұл дүниедегі жалғыз жолымыз Алланың жолы, ал жалғыз мақсатымыз Алланың дінін тарату. Біз ешқандай атаққа, ықпалға, дүниелік нәрсеге ұмтылмаймыз.